Күйіктен кейін қалған тыртықтардан қалай құтыламыз? Ассалаумағалейкум, менің есімім Байназаров Олжас Қорғанбекұлы. 14 жылдан астам тәжірибесі бар травматолог, ортопед және күйік маманымын. Израильде, Түркияда, Оңтүстік Кореяда білімімді әрқашан арттырып, осы салада 2000-нан астам операция жасап, емдеп шығардым. Әлеуметтік желілердегі парақшама тіркеліп, лайк басып, қолдай жүріңіздер, тарата кетіңіздер. Парақшамда тек қана денсаулық жайлы пайдалы ақпараттармен бөлісуге тырысамын. Жалпы күйіктен кейін болатын тыртықты бізде килоидный рубец деп аталады. Бұның гипертрофиялық түрлері де болады, яғни еті тасыды деп жатады қазақтар. Томпайып, қызарып, немесе ет сияқты болып шығып тұратын түрлері де бар. Тыртықтың терімен бетпе-бет болатын түрлері де бар. Сондықтан да терінің термиялық күйігінен кейін, яғни термиялық жақындалғаннан кейін көбінесе рубец, яғни тыртық дейміз, тыртық қалыптасады. Жалпы өткен видеода да айтып өттім, тері бізде бұл жабын, яғни чехол, бізде бұл қорғаныш. Екінші, ол эластикалық қабілеті бар. Күйген кезде бұл алла берген тері өліп кетеді де, орнынан новыйдан тері шығады. Сол тері, новыйдан шыққан терінің эластикалығы өте төмен, яғни созылғыштығы мұндай созыла қоймайды, ол тартылып тұрады. Сондықтан біз тыртықтарды емдеген кезде екі түрлі жолмен емдейміз. Біріншісі консервативті, екіншісі оперативті, яғни арнайы физиотерапия және ЛФК массажбен. Екінші варианты ол операциялық ем. Операциялық емге жетпес үшін бірінші біз мынау консервативті емді талқылап өтейік. Мысалға айталық күйдіңіз, мысалға бүгін күйіп қалдық делік. Күйгеннен кейін сіз арнайы емдерін алдыңыз, примерно бір жарым айдан кейін сізде уже терінің бетіне новый тері пайда болды, ол кішкене тартылып тұрады, өзі адам сезеді оны тырысып тұрғанын. Сол тырысып тұрған теріні біз жұмсартуға бағытталған бір ем жасаймыз. Яғни күйген уақыттан бастап бір жарым, 2 ай ішінде ол терапияны бастау керек. Ол неден тұрады? Электрофорез, фонофорез деген аппараттар бар, яғни тоқтар бар. Сол тоқтарды қолдану арқылы адамның күйген учаскесіне 4 түрлі раствор бар, ерітінділер бар. Лидаза, ферминколь, гидрокортизон, йодистый калия деген сияқты. Соларды дозасымен біз күйік дәрігерлер немесе ортопедтер назначение жасаймыз. Сол назначениенің көмегімен 10 күн сайын емін алып отыру керек болады. Сол емді алғаннан кейін, бір курс біткеннен кейін тағы да повторно қараймыз. Егер жұмсарып келе жатса, онда емді ары қарай жалғастырамыз. Осылай бір жылда 4-5 рет курсымен ем аласыз. Бір жылдың ішінде, егер ол тыртық сізде созылып, жұмсарып жаңа физиолечениенің нәтижесінде немесе басқа да алған жаңа кремдердің нәтижесінде, онда ары қарай уже бізде шанс бар. Яғни операцияға мына екінші жолға жетпейтін шанс бар. Сондықтан ол лечениені ары қарай под контролем ортопеда немесе под контролем ожогового врача сіз оны ары қарай ала бересіз. Бақылауында боласыз әрқашанда. Және үй жағдайында, мысалға физиолечениені сіз поликлиникада, емханада аласыз, ал үй жағдайында ұйқыдан кейін, ұйқыға дейін немесе күндіз құрғап жатқанда арнайы майлар бар. Біздің қазақ халқының ең көп жақсы көретін майы ол қаздың майы. Күйіп қалған кезде қаздың майын қай жаққа болса да біз пихать ете береміз, енді жақсы негізі. Осы кезде қаздың майы бізге көмекке келеді. Қаздың майы жібітеді. Бұған қоса любой майды қолдануға болады. Мысалға айталық қонаққа барып қалдыңыз бір жерге, қаздың майын үйде ұмытып кеттіңіз. Не істейсіз? Қаздың майы жоқ, үйге қонақта отырып қаздың майын іздемейсіз ғой. Любой кәдімгі пісте майы болсын, шемішке май дейміз, немесе арнайы бір оливковый масло болсын, білмеймін, там борсықтың майы, иттің майы, там білмеймін, тышқанның майы, ненің майы бар, любой майды қолданып жақсаңыз болады. Бұл үй жағдайында. Немесе аптекада арнайы майлар бар. Қызыл май деген май бар, естіген шығарсыздар. Контратубикс деген гель бар, кремдері бар, соны жақсаңыз болады. Сосын қазір арнайы Америкадан бізде менің практикамда өте күшті әсер етіп жатқан бір гель бар. Ол гельдің майыздары бар, пластирлар бар. Бірақ оны мен консультациядан кейін ғана тағайындай аламын, өйткені именно қандай участокке, қандай майыз ба, гель ма, пластинка ма, оны тағайындау керек. Сондықтан ол күйіктеріңіз болса, приемға келсеңіз болады, мен тағайындап сізге ол гельді жазып берем.
немесе майза жазып беремін, пластинканы жазып беремін. Ол фирма прямо зерттелген, дәлелденген, и мен оны практикада, тәжірибеде пациенттерімнен көріп жатырмын. Тырысып тұрған тыртықтарды жұмсартып жіберіп жатыр. Сондықтан еміне келген кезде именно физиотерапия және арнайы майлар, майыздар, гельдер осыны қолдана отырып ЛФК дейміз, яғни дене шынықтыру, арнайы бір қимыл қозғалыстар, гимнастикалар, аяқ қолға тырысып тұрған участокке арналған, бағытталған, сол жерді жұмсартуға арналған емдер бар. Сол емдерді тағайындау арқылы біз операцияға жеткізбеуге тырысамыз. Бірақ кейбір кезде болады, осы емдердің бәрін алып болады, электрофорезде, ЛФК-сында, массажында бәрін алып жатыр, бірақ эффект жоқ, көмектеспей жатыр. Ол кезде бізге операциялық ем көмекке келеді. Мен өзім операцияны да жасаймын, консервативті емді де жасаймын, сондықтан мен операцияға жібермеуге максимально тырысам, но амал жоқ болып жатқан кезде біз уже операция арқылы пластикалық операциялар жасаймыз. Яғни тыртық болып тұрған жерді алып тастаймын, қисайып тұрған көбінесе саусақтарда болады, аяқ қол саусақтарында, мысалға алақаным күйіп қалған болса, кейін ол менде былай тартылып қалады. Осылай тартылып тұрған таныстарыңыз көрген шығарсыздар. Бұл ішке қарай тартылуы мүмкін, сыртқа қарай тартылуы мүмкін, немесе саусақты былай айналдырып жіберіп, айналып кететін түрлері де бар. Яғни ол тыртықтың қалай қалыптасуына байланысты. Егер прямо мықты қатты болатын болса, біз оны уже операция жасау арқылы, яғни бұлшықетті, сіңірді, теріні сол жерде босату, ауыстыру операциясын жасаймыз. Операция жасау барысында кейбір кезде болады, мысалға саусақты түзеп қоямыз терімен, бірақ ол пружина сияқты қайттан өзінің бейімделген қалпына қарай мысалға былай ауысып кетеді. Біз ол кезде темір спица тығып, оны фиксировать етіп қоямыз бірнеше уақытқа. 3 аптама, 4 аптама примерно сол уақытқа. Содан кейін арнайы гипс салу немесе бандаж тағу арқылы осындай бір операциялық ем. Яғни бұл айтқым келгені күйіктен болатын зардаптарды максимально қоғамға бейімдеу мәселесінде біз сізге көмектесе аламыз. Сондықтан да сұрақтарыңыз болса, күйік туралы консультацияға келсеңіздер болады, немесе онлайн консультация алсаңыздар да болады. Менің әлеуметтік желідегі арналарыма жазылып, лайк басып, және жақындарыңызға, туыстарыңызға таратып жіберіңіздер. Денсаулық жайлы пайдалы ақпараттарды бөлісуге тырысамын, пайдалы болуға тырысайық. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыз, міндетті түрде біз сізге жауап береміз.